Қазір бәрі айтады, Тоқаев ат деп бұйрық берді, ат деп бұйрық. Бұйрық бермеген не істейді енді ол? Не істейді қойыңдар десе қоймай жатса? Әскер, ол тазалаушы. Оларға белгілі бір квадратты бөліп береді. Олар бүйтіп жүреді, мылтығымен жан-жағынан қарап жүреді, жыбырлаған нәрсені ата береді. Болды. Ит па, адам ба, балам ба, олар жыбырлаған нәрсені атады. Олардың дайындықтары. Ассалаумағалейкум. Қазақ елі біз есте сақтау қабілетіміз өте қысқа да. 2019 жылы осы сайлау болғанда, осы Ринат Зайытовқа біз шықтық, көше жаптық, таяқ жедік. Сонда Ринат бізге сөз берді, партия ашам, халықтың алдына шығып, күресеміз деп. Қайда Ринат? Нұр Отанға кірді, директордың театр директоры қылып тағайындалды. Болды, енді қызықты осындай блогер тамада, Ринат Зайытов тамада ғой, тойларда ақша табатын. Тамада Қазақстан Республикасының парламентінің депутаты болып жүр. Өздеріңіз ойлап көріңізші, тамада. Енді тамададан не күтеміз? Сосын қанды қаңтардан кейін айтты, Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев дұрыс бұйрық берді, халықты атыңдар деп. Ол видеоны қазір мен осы жерде саламын, тыңдаңдар. Әлде сендер оны ұмыттыңдар ма? Қаңтарды тез ұмытасыңдар. Әлде сендердің балаларына оқ тимегесін, басқа қазақтың балалары, ағалары, інілері, қарындастары қаншама мыңшақты қазақ өлді. Әлде олар қазақ емес пе? Не болды бізге қазақтар? Арзан қайдағы жоқ тамадаларға еретін халық болдық па? Ай, тойға бесплатно келген тамадаларса бәрін шапалақ ұрмай отырсыздар ма? Елім десе жүрегім елжіреген, елім тұрса жасқанам енді неден. Қасиетті қазағым аманбысың елдің жөргегінен ертілеген. Ассалаумағалейкум ақсақалдар, иілмеген дауылға сен бір емен. Бар мısың жайсан көңіл ағал.